Ерлан меня зовут. Сарыағаш. А? Сарыағаш. Бет бүйтіп жүрмей қойшы, Сарыағашта болып, Сарыағаш қаласымен езіп қуаныш болады. Сөйтіп. Удостоверение түсіре алмайсың деймін. Удостоверение түсіре, мен түсіре Не берем. үшін? Ты Удостоверение же государство представляешь? государство, но удостоверение не Да. имеешь права. Может, Почему? дубликат ты сделаешь, откуда я знаю? Какой Тоже сам? дубликат? Ну, мало что. А кто ты такой, откуда я знаю? Нет, ты удостоверение служебного не имеешь права. Что вам, Ерлан же зовут. Ерлан зовут, да? Ерлан зовут. Удостоверение имеется у вас, Ерлан? Ой, Не, а что от меня хотят? а что? Тарчи дегеніз? Руки убери. Сүрме деп жатыр. Руки убери от меня. Сүрме деп жатыр. Руки убери от меня. Не надо меня трогать. Наркотические средства имеешь против? Ау? Противозаконно имеешь колющие режущие наркотические Да. средства. Можете показать? Что показать? Содержи ему в кармане, у нас ОПМ хорошо идет. Окей, вот сигареты. Можешь Да. показать ему. Ал? Можешь поставить сюда, в карман. Құрметті Шымкент қаласының полиция басқармасының басшысы Алмасбеков Нұрлан мырза, мынандай өз құзыреттерін асыра пайдаланатын қызметкерлерге мейлі ішкі тәртіп болсын, мейлі сыртқы тәртіп болсын, шара бар ма? Масқара ғой мынау. Азаматтармен сөйлесу этиканы білмей ма? Әлде өздеріңіздің ішкі бұйрықтарыңызды білмей ма? Әлде азаматтармен қарым қатынас туралы шыққан 164-ші бұйрықты білмей ма бұлар? Не болмаса біле тұра белшесінен баса ма? Масқара ғой мынау. Құдды бір сырттан қарасаң бір жабайлық сияқты. Сенсіреп, өз құзыреттерін асыра пайдаланып, үстіндегі жейдесін, көйлегін, курткасын шешіп атырып, бір қызға қолы тиіп кетіп, не деген бір анандай бір салғырттық деймін да, сырттан қарасақ. Соңғы кезде осындай бейнематериалдар көп жиіліп жатыр. Мүмкін Астана бір шара көрер бұл қызметкерлерге.